Тақырып noun, яғни зат есім. Зат есім бізде екі түрге бөлінеді. Countable саналатын және uncountable саналмайтын. Осы сабақта біз сіздермен many, much және few, little'ды қарастырамыз. Алдымен, countable саналатын зат есімдер. Саналатын зат есімдерде көп деп айту үшін сіз many қоясыз. Мысалы, many pens, көп қаламдар. Many teachers, көп мұғалімдер. Many cats, көп мысықтар деп айтасыз, иә? Яғни many бұл жағдайда бізде көп деген мағынаны білдіреді. Ал енді бізде зат саналмайтын болса, көп деп айту үшін сіз much қоясыз. Much, көп деген сөз. Мысалы, much water, көп су. Much oil, көп май. Much sugar, көп қант деп саналмайтын зат есімдерді қоя бересіз. Тек қана байқасаңыз, бізде саналатын зат есімде бізде s жалғауымен тұр, яғни көпше түрінде. Ал бізде саналмайтын зат есімге waterға мысалға s қосуға болмайды, потому что ол саналмайды. Much water, much oil и так далее. Сөйлем құрастыратын болсақ, мысалы, there is been. В данном случае there, саналатын зат. They aren't many teachers. Яғни жоқ, көп мұғалімдер деп аударылады. Мұғалімдер бізде саналады, яғни олар көп, значит, саналатын зат есіммен көпше түрінде many қоясыз. They aren't бізде жоқ деген сөз. Жоқ, көп мұғалімдер. Ал енді саналмайтын зат есіммен болатын болса, онда isға notты қосамыз, is жалғауы. Not, there isn't, яғни жоқ, there isn't, мысалы, much water. Жоқ, көп су. Су саналмайды, бірақ көп деп айту үшін much қоямыз. Ал енді бұған қарама-қарсы сөз, мысалға many, көпке қарама-қарсы сөз бізде few, мало, орысша мало или несколько деген сияқты. Аз деген мағынада. Также few сөзін қолданасыз, зат есімнің саналатын, бірақ тоже бірнеше деп айту үшін. Ну, например, there are few cats. Аудармасы бар бірнеше мысықтар. Some cats. Болмаса бар аз мысықтар. Олар аз, бірақ олар біреу емес, бірнеше, сондықтан few қоясыз. Ал саналмайтын зат есімде аз деп айту үшін, онда little қоясыз. Little, негізі little деген сөз еще кішкентай деп аударылады, бірақ оның екінші мағынасы еще аз деген сөз. Little аз, бірақ саналмайтын зат есіммен аласыз. Сонда сөйлем there is little water, например. Бар аз су. Сөйлемді тек қана there is мен емес, have got пен де ала берсеңіз болады. Мысалы, I haven't got many pens. Менде жоқ көп қаламдар. Немесе, he hasn't got much oil. Ода жоқ көп май деген сияқты. Тақырып сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсінбеген жеріңіз болса, комментарийға пікір қалдырсаңыз болады. See ya!